Ыбырай Алтынсарин жаман жолдас. Екі кісі жолдас болып келе жатып, алдыларынан аю шығады. Бұл екі кісінің біреуі әлсіз, сырқаттау кісі екен, ал екіншісі мықты жас жігіт. Аюды көрген бойда жас жігіт қасындағы жолдасын тастап, өзі бір үлкен ағаштың басына шығып кетеді. Ал денсаулығында кінәраты бар кісі ағашқа шығуға дәрмені жоқ, жерге жата қалып, созылып өлген кісі кейпін танытады. Естуі бар еді, аю өлген кісіге тимейді деп. Аю бұл жатқан кісінің қасына келіп, искелеп тұрады да, дыбысы білінбеген соң тастап жөніне кетеді. Мұнан соң манағы жолдасы ағаштан түсіп, денсаулығында кінәраты бар досына келіп сұрайды. Аю құлағыңа не деп сыбырлап кетті деп. Сонда әлгі кісі: аю құлағыма ақыл сыбырлады. Екінші рет тар жерде жолдасын тастап қашатын достармен жолдас болма деп деген екен.